Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінде халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. Аталмыш шара Қазақ хандығының Еуразия кеңістігіне саяси және мәдени ықпалы тақырыбын қозғады. Еліміздегі тарих ғылымдарының кандидаттары, доктор профессорлары Жандарбек Зікірия, Өмірбек Беғмарлы, Берекет Бақытжанұлы, Амантай Исендер түрлі тақырыпта баяндама оқыды. Атап айтсақ, дінтанушы Зікірия Заманханұлы Қазақстандағы діни ахуал жайлы сөз етті. Біздің елімізде діни рухани ахуал күрделеніп барады. Оның себебі бір жағынан христиандық, буддалық таптағы әртүрлі секталардың келуі болса, екінші жағынан исламдық атпен келіп, қолында Құраны, аузында Алласы, бірақ қойнында бомбасы бар балаларымыз келіп, біздің жастарымыздың саласына отыр. Сонымен қатар қазақтың бақсылық өнері, Мәскеудегі қазақ хандығы туралы деректемелердің ерекшеліктері тақырыптары тарқатылды. Конференцияда университетіміздің ректоры Шәріпбек Ағабайұлы Әмірбековпен қоса тарихшы ғалымдар, ұстаздар, студенттер, магистранттар қатысты.